Кезінде мектеп кезінде 5 теңгеге 10 теңгеге сатып алатын коржиктардың рецептісін ютубта ақтарып жүріп тауып алдым. Кеше жасап көрдім, енді дәмі сөз жоқ, дәл сондай болып шығады. Алдымен айранымызға ас содасын құйып және де сұйық майымызды, шекерімізді салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің шекеріміз кішкене еру керек, шекердің бәрін салып жібермейсіздер. Шекерден кейін разрыхитель салатын боламыз, тағы да айналдыра отырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз мүлде қолға жабыспайды, осындай жұмсақ күйде шығатын болады. Астына пергаментті төсеп, осылай қамырларымызды жайып алатын боламыз. Қамырдың қалыңдығына мән береміз, сантиметрлігі бір 5 мм болады. Бетіне осындай айранды жағамыз, ешқандай жұмыртқа қолданбаймыз. Кәдімгі ашып кеткен айранды да қолдансаңыздар болады, немесе свежий айранды да қолдансаңыздар болады. Қараңыздар, дәмі керемет болып шықты. Просто менде формасы осындай домалақ болды. Сіздерде гүлді формалар болса, дәл осылай жасап шығарсаңыздар болады. Ас болсын.